Сәлем достар. Жаңғақтың қаншалықты пайдалы екенін бәріміз білеміз. Оны дәрумендер мен минералдардың көп болуына байланысты суперфуд деп атайды. Бірақ сіз оның қабығы да пайдалы болатынын білдіңіз бе? Бүгін мен сізге жаңғақ қабығын денсаулыққа, үй шаруашылығына және косметологияға қалай қолдануға болатынын айтамын. Көп пайда әкелетін нәрсені тастамаңыз. Химиялық құрамы. Жаңғақ қабығы антиоксиданттарға, танниндерге, йодқа және дәруменіне бай. Оның химиялық құрамы қабынумен күресуге және иммунитетті нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар, талшықтың болуына байланысты қабықты табиғи тазартатын және нығайтатын компонент ретінде пайдалануға болады. Енді оны күнделікті өмірде қалай қолдануға болатынын анықтайық. Қабықты қолданудың бірінші әдісі денсаулықты нығайту үшін тұнбалар мен қайнатпалар дайындау. Жаңғақ қабығының тұнбалары қалқанша безінің ауруларына және асқазанның жұмысын жақсартуға көмектеседі. Тұнбаны дайындау үшін 15-20 грамм құрғақ қабықты алыңыз. Оны 200 мл арақпен толтырыңыз және қараңғы жерге 2 аптаға қойыңыз. Сүзілген тұнбаны күніне 1-2 рет бір шай қасықтан алуға болады. Қабықтың қайнатпасы суық тиюге көмектеседі, иммунитетті нығайтады және ағзадан токсиндерді кетіреді. Қайнатпаны дайындау үшін 1 литр су құйып 10 минут қайнатыңыз. Сүзілген қайнатпаны күніне 2 рет 100 мл ішуге болады. Тері мен шашқа пайдасы. Жаңғақ қабығын косметикалық мақсатта қолдануға болады. Міне бірнеше рецепт. Денеге арналған скраб. Кептірілген және ұнтақталған қабықты бал немесе зәйтүн майымен араластыруға болады. Бұл скраб өлі тері жасушаларынан арылуға көмектеседі. Оны жұмсақ әрі тегіс етеді. Шашқа арналған маска. Қабықтың қайнатпасы шашқа арналған шайғыш зат ретінде қолдануға болады. Бұл құрал тамырларды нығайтады және шашқа жылтыр береді. Сонымен қатар, қабықтың қайнатпасы қайызғақтың алдын алуға және бас терісінің жағдайын жақсартуға көмектеседі. Табиғи бояғыш. Аз адамдар біледі, бірақ жаңғақ қабығы табиғи бояғыш. Сорпаны, матаны немесе тіпті ағашты бояу үшін пайдалануға болады. Ол табиғи материалдарға сәйкес келетін әдемі жылы қоңыр реңк береді. Мұндай бояу қауіпсіз және берік. Бұл оны тұрақты жобалар үшін тамаша таңдау жасайды. Ыдыс аяқты тазалау және тұрмыстық пайдалану. Жаңғақ қабығы ыдыс аяқты тазартуға арналған тамаша абразив. Кептірілген және ұсақталған кесектерді, қатты химиялық заттарды қолданбай, кәстрөлдер мен табаларды тазалау үшін пайдалануға болады. Бұл бетіне зақым келтірместен күйе мен қақты кетіруге көмектеседі. Бұл ластануды тиімді басқарып қана қоймай, қоршаған ортаға зиян келтірмейтін экологиялық таза әдіс. Көріп отырғаныңыздай, тіпті жаңғақ қабығы да біздің күнделікті өмірімізде пайдалы құрал бола алады. Оны тастамаңыз, бірақ оны үйдегі денсаулық, сұлулық және тазалық үшін пайдаланыңыз. Бұл кеңестер сізге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер сізге бейне ұнаған болса, жаңа идеялар мен рецептерді жіберіп алмау үшін арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі бейнелерде кездескенге дейін.